Баршаңызға қайырлы күн. Рецессияның төртінші күні бүгін. Анализімізді бастай берсек болады. Жаңалықтардан бізде біреу ғана бар. Долларға қатысты. Индекс потребительских цен және де Final GDP. Орысшасын қарайтын болсақ, біз экономический календардан көре аламыз оны. Бізде ВВП және базовый индекс расходов, наличное потребление деген жаңалықтар бар екен. Олардың нарыққа әсерін сол жаңалықтардың ішіне өтіп көре аламыз. Және де қарайтын болсақ, мына жерде графиктен соңғы уақыттағы өзгерістер және де көп уақыт бойы қандай диапазонда жүретінін көре аламыз. То есть в основном в среднем 0,3 деген диапазонда осы жүреді екен индекс. Индекс туралы біз толық ақпаратты кішкене ғана осы жерден көре аламыз. То есть жоғары жақта көрініп тұр. Және де ол нарыққа қалай әсер ете алады. Егер де показатели выше ожидаемых рассматривались как позитивное направление до доллара. Мысалға, қазіргі таңда бізде предыдущий 0,2 болды, и прогноз бойынша 0,3 болып тұр. Ол дегеніміз 0,1-ге өсу бағытталған екен. Егер де өсетін болса, долларға жоғары қарай әсер етеді, то есть положительно. Показатель выше ожидаемых рассматривается как позитивное направление до доллара. Бұл жаңалықтың нарыққа әсер етуін көру мақсатында соңғы жаңалықты алсақ болады. Майдың 28-і болған сағат 5:30-да 0,3-те 0,2-ге дейін түскен екен, то есть прогноздан төменге қарай. Ол дегеніміз нарыққа негативный әсер ету керек доллардың құлауына. Енді солай болды ма болмағанын біз нарықтан өте аламыз. Графикке өтіп. Сағат және бір сағат таймфрейм. Сонда бізде 5:30 деген аймақта бар. Қарайтын болсақ, үлкен көлемде қызыл свеча туындаған, бірақ қатты дисбаланс сатушылар жағынан туындағаны аса қатты көрінбейді. Себебі бізде общий структура бойынша баға жоғары қарай тренд бойынша кетіп бара жатыр, то есть импульс коррекция ретінде. Ал мына аймақтағы пайда болған сатушылар жағынан свеча аса қатты рөл ойнамайды. Сонда, егер фундаментальный анализді екі сөзбен ғана шешетін болсақ, предыдущий бізде 0,2 болса, 0,3 болып көтерілуіне бағытталғанда долларға жақсы әсер ететінін деп қарастыра аламыз. То есть бүгінгі жаңалық долларға қатысты бару мүмкіндігі бар. Больше. Қарапайым түрмен егер де осылай шешетін болсақ. Қосымша бізде фундаментальный емес және де технический анализ бар. Фундаментальный ол бізде жаңалықтар, ал технический осы графиктегі инструменттер арқылы, переменный арқылы қандай да бір шешім шығару. Фундаментальныйды егер білмейтін болсақ, бізде аса қатты ол саудамызға әсер етпейді. Сол себепті фундаментальныйды кішігене ғана біліп, немесе білетін адамдардан да сұрай салған жеңілірек болады бізге. Бірақ біздің кішкентай ғана шешіміміз бойынша бөліш деп қарастыра берсек болады. Сонымен қатар, маңызды жаңалықтар сәтінде, мысалға осындай қып-қызыл болып тұрған немесе 3 жұлдызды қарайтын болсақ, ол уақыттарда өзіміздің саудаларымызды қарапайым түрде жаба салсақ та болады. Егер де мысалы процентный ставка немесе қандай да бір алып адамның конференциясы болса, ал қазіргі таңдағы базовый индекс расходов немесе число первичных заявок безработицы, олар маңызды жаңалық болғанымен де аса қатты нарыққа әсер ете қоймайды. Енді DXY апталықтан көрейік. DXY бізде импульстік қозғалыстың әлі де аяқталған жоқ. Жоғары жақтағы Викинские әлі де бара жатыр. Осы апта барып қалуы мүмкін. Әзірге коррекцияның қозғалысын біз айта алмаймыз, себебі баға жоғары жақта ешқандай переменмен реакция алмай жатыр. Әрине бізде rejection блок бар, мына аймақта орналасқан осындай сатушылар жағынан. Қазіргі таңда ең алғашқы ғана реакциясын алды мұны күндікте. Бірақ бұл реакция қаншалықты ұстап тұра алады үлкен уақыт мерзімінде бізге белгісіз. Ол сразу да кетіп қалуы мүмкін. Бір сағатқа көрейік. Бір сағатта бізде
коррекциянын козголоосу барысында сатушулар жагынан күчтүү көрүп турган жокпуз. Расширение болду төмөнгө карай, бирок эч кандай да имбаланс калыпташтырмаган. Ошол себептен жакын орналашкан спиралдын аймактарына реакция алып, бага структуралык козголууну жалгастыруу мүмкүн. Ошол себептен бизде әле де үч нүкте, бирок каражымыз ал бул жогору. Анда евро. Евро кечээ күнү бизде ликвидностьти алып кетти, күндүктө орналашкан аймактагы. Эгер өзүнүн расширениясын төмөнгө карай жалгастыра бермейтин болсо, биз аны жогору карай караштырабыз. Аймакта орналашкан имбаланстын максимумуна, минимумуна дейин. Бирок эгер биз еврону диксой менен байланыштырсак, диксойдо әле максаты бар жогору жакта. Эгер диксой жогору барса, евро доллар керісінше төмөнгө карай кетет. Сол себепті біздің қазіргі локально жоғары қарай қарастырғанымыз не актуально болуы мүмкін. Бір сағатқа өткөрейік. Мгм. Бұл жерде бізде әлі переменалар пайда болып жатқан жоқ. И соңғы рет баға инсталл кетті жақта орналасқан. То есть бұл да төменге қарай баруы мүмкін. Осылай. Бірақ біз кішкентай ғана болсын бағытты білгенімізбен де бұл бағытта сауда жасай алмаймыз. Және сауда жасауға келмейтін ситуация бұл. Әзірге евродан ештеңе түспей ақ қояйық. Себебі мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Фунт доллар. Фунтта бізде кішігірім өзгешелеу. Бізде апталық таймфреймде мақсатты шешті. Қарама қарсы жақ бізде алыста орналасқан, жоғары жақта міне. Күндіктен біз жақын орналасқандарды қарастыра аламыз. Мысалға, жоғары орналасқан денесі. Міне. Сонда біздің жерден алынатынымыз ол күндіктен айта берейік. Қандай ретінде кіреді. Және жоғары орналасқан датамен хайп. Ол біздің тұтқынымыз болды. Бұл да бізде евро секілді диксой төменге барса, бұл да то есть диксой жоғары барса, фунт бізде төменге қарай баруы мүмкін. Сол себептен бізде әлі подтверждение жоқ жоғары қарай баруға қатысты. Бірақ мына жердегі уже әлсіздік сатушылар жағынан ARL, то есть компрессионный ликвидность қалыптастырып жатқаны, бұның барлығы жоғары бару мүмкіндігін арттыра түседі. Әзірге бізде подтверждениялар аз, кішігірім осы жерге дейін түсіп, тағы да көтерілсе, иә, ол жақ қарастыра бере аламыз. Әзірге осыны күткеніміз жөн. Жаспайық, бізде мынау уже орындалды. Шегі ойластырғанымыз. Енді біздің күтетініміз 4 сағаттық. Сағаттық бөлік information немесе форма область. Немесе 1 сағаттық таймфреймнен жоқ. Лучше 4 сағаттан күткеніміз абзалырақ болады. Қандай да бір имбаланс қалыптасса, осы жерде 4 сағатта жақсысы болушы еді. Потому что бізде төменге бару мүмкіндігі болып тұрғандықтан, әлі де расширение төменге қарай жалғастырса, но идеямыз орындалмай қалуы мүмкін. Сол себепті әзірге күткенім үшін қолда күтіп. Үйде жіппей бізде өзінің мақсатына дейін бара жатыр әлі де. Күндікке көрейік. Күндікте бізде әлсіз қозғалыс, соған қарамастан да баға жоғары қарай баруда. 1 сағатқа көрейік. Бізде соңғы рет реакция алған аймағы ол бізде mitigation блоктан қазір. Мен аймақта орналасқан. Төменгі жақта ешқандай объем беретін переменімен реакция алмады. И осы уровеньді денесімен бұзып кетті. Аймақ полностью mitigation блок деп аталады. Енді 1 сағаттан кемде қандай реакция алғанын көрсек болады. Бізде үлкен көлемде отторжение болды. Фрактальный реакция мына жерден қосымша. И 15 минут қойып көрейік. Қандай переменный бар бізде.
қазіргі таңда имбаланстар қалыптасып жатыр сатып алушылар жағынан, және де үлкен көлемдегі брейкерлер аймағы бар. Аймақтан қарастыратын болсақ, мынау максимумы и мынау минимумы. Позиция ретінде көруге болады, егер де стоп лоссымыз мына аймақта болса, мына жерде. Бірақ соотношение риск прибыли келмей қалады. То есть егер мына жерден қарастырсақ, стоп лосс мына аймақ и take profit мына аймақ келмейді. И даже күндікте бізде нарратив болмағандықтан мына сағатта точка А, точка Б ретінде. Сол себепті EasyHPY әлі де бізде график оңаша емес болғандықтан сауда жасалмайды. Алтын. Алтын бізде әлі де расширениесін жалғастыруда. Апталықтан көрейік. Апталықта бізде төменгі ликвидность алып кетті. Мынау. Және де тағы да ликвидность бар, әрине, төменгі жақта орналасқан. Бірақ бұған бара ала ма, бара алмауы бізге әлі белгісіз. Күндікті көрейік. Күндікте басқа реакция беретін аймақ жоқ. Кішігірім төменге қарай расширение жасаса, әлі мына жерде ликвидностьтер бар. Бірақ бізде импульсті қозғалыс кезінде сауда жасамаймыз. Біз күтеміз осы импульсті қозғалыстың аяқталып жатқанын. Әзірге бізде импульс болғандықтан сауда сағатта жасай алмаймыз. Бұл да күту. Алтын күту бізде. Енді гер. Гер бізде мақсатын орындады. Барын өшіріп тұрайық. Біз қалай жасай аламыз? Бізде осындай бар. Дилинг рейндж бар. Реакция алған аймақ и мақсат бар. Әрине біз мақсатты мына аймаққа енді қарастыра аламыз. Ол уже свинг болып кетеді. То есть үлкен уақыт көлеміндегі сауда. Оны белгілеп қойып. Бұл бізде сатып алушыларға пайда болған имбаланс. Точка А ретінде болады. Қарама шақта орналасқан. Бұл дополнительный переменный rejection. Сонда бізде не туындап жатыр? Бізде нарратив туындап жатыр. Нарративке қатысты бізде 4 сұрақ бар дедік. Баға қандай диапазонда орналасқан? Қазіргі таңда Fibonacci жасалған кезде баға әлі де премиум зонасында, но ортасында кішігірім жақындап қалды. Плюс-минус эквилибриум зонасы. Плюс-минус әлі де бұл не жақта? Сатып алушылардың диапазонында. Баланс қарапайым балансқа түсті деген бізде теория қалыптасады. Біздің гипотеза. Соңғы рет реакция алған аймағы алушылардың пайда болған баланс. Ол бізде точка А ретінде орнай алады. Үшінші барон тұрған аймағы ол хай. Төртінші дополнительный переменный ол алғашқы реакция сатып алушылар жағынан түскен. Біз ол фитилден қарап отырмыз. Имбалансқа келді, денесімен жоғарыға жабылды. Осында үлкен тең қалыптастырды фитиль. Ол бізде rejection деп аталады. Ең алғашқы реакция сатып алушылар жағынан түскенін білеміз. Енді бізге подтверждение керек. Сонда біз қандай қорытындыға келдік? Плюс сатып алушылар жағынан жоғары қарай қарастырып жатырмыз плюс болғандықтан. Енді бізге керегі ол подтверждение. Подтверждениені біз 4 сағаттан іздейміз. Әзірге қарама қарсылықтан кері объем беретін имбаланс бар сатушылар жағынан. Ал сатып алушылар жағынан күшті көрсететін бізде имбаланста, брейкер блокта, ликвидностьте әзірге жоқ. Бір сағатқа керек. Бір сағатта эфиремде кішігірім структура қалыптасып жатыр, жоғары қарай ордер флоу сатып алушылар жағынан. Бірақ бұл әлі де өзін қатты бекіткен жоқ, особенно 4 сағатта эфиремнен. Сол себепті күткеніміз абзалырақ болады бұл жерде. Бізде реакция беретін аймақтар жоғарыда көп. Мысалы бізде мынау структура ордер флоу пайда болған сатушылар жағынан. Сол структура барысында бізде брейкер блок аймағы бар, немесе қарапайым имбаланс бар. Мына аймақтағылар. Сонымен қатар ликвидностьте барлығы реакция бере алады.
Сол себепті сатып жағынан нақты переменні күту керек. Жоғары қарай бар болғады дейін. Баланс пайда болса да бізге жеткілікті. Әзірге гипотеза жоғары қарай, бірақ күту керек. Подтверждение бізде әлі жоқ сатып жағынан. Сонда жатып қоятынымыз ол буллиш, то есть жоғары қарай. Бірақ күтетініміз 4 сағаттық confirmation немесе формула қойса. Қорытындыға келетін болсақ, барлығына анализ жасадық. Диксой әлі де импульстік қозғалысында жоғары қарай 4 сағат таймфреймде коррекция жасады, бірақ солай импульстік немесе структуралық қозғалысын жалғастыруы мүмкін. Әзірге диксой бізде тек қана лонгта. Евро нарықтағы тоже диксой лонг болғандықтан бұл шортқа қарай кетуі мүмкін, әлі де расширение төменге қарай жалғастыра алады. Сатылуға қатысты точка А және точка Б жоқ бізде нарратив. Фунтта бізде нарратив бар, бірақ подтверждение жоқ. SHPY-да вообще ештеңке жоқ. Алтын бізде расширение болып жатыр, әлі импульсті қозғалыс аяқталған күтуіміз керек. Герда бізде нарратив әдемі тұр, бірақ подтверждение жоқ. Сол себепті бізде дәлелді күтуіміз керек, 4 сағаттық күту. Гер мен фунтты егер салыстыратын болсақ, гер жақсырақ тұрғандай. Но екеуі де жақсы, плюс минус. Бұл да күту. Сонда жаңалығымыз сағат 5:30-да болады. Бөліш ретінде осы жаңалықтың қалай нарыққа әсер еткенін көре аламыз. Бақылап, осы 5:30 болған кезде сразу жаңалыққа әсер етеді. Енді аптаға қорытынды келсек, кішігірім ғана бізде сауда мүмкіндіктері фунт долларда болды. 22.06-26 болды. Және де герда. Әрине, күнін жазбадық біз. Скорее всего, кеше болғанымыз болған. Ол кеше жазатын жетті. 24.06 и 12. И фунтта да дәл солай. Скорее бұл 20-шы, потому что біз герді бір күн алдын қарастырдық та, біздің позициямыз бір күндей тұрды, то есть келесі күнге қалды. Сонда осы апта бізде болған мүмкіндіктер фунт доллардан, гердан және де фунт доллардан тағы да. Біз бір нарративте фунт долларды жоғары қарай қарастырдық, ал екіншісінде төменге қарай. Біз бір инструментті жоғары немесе төменге қарай, егер подтверждение берсе, солай саудалаймыз, сауда жасай аламыз. Әрі бойынша қарайтын болсақ, бізде 1-5, 1-5, екен қоссақ 3 болды, и 1-8. Қорытынды кетсек 4-8 болды. Ол 4-8% деген сөз. Мысалы, бірақ компанияда бірінші этаптан 8% табу керек болса, осы аптада 4-8% табу мүмкіндігі туындады. Қателік бізде USHPY-да болды, буллиш 4 сағат нарратив, осындай. Әрине, бұл позицияға мен өзім кірмеуші едім, плюс-минус сектор қарайтын болсақ, то есть сенімсіз. Нарративті біз 4 сағаттан қарамаймыз. Бір күндіктен қараған жөн, то есть үлкен таймфреймде аламыз жұмысқа. Былай. В основном барлығында күту аптаның соңы келе жатыр уже, четверг, ертең пятница. Ертеңге де анализ жасау керек болады, өздеріңіз жасап көрсеңіздер. Тоже практикаға жақсы. Енді, егер сұрақтарыңыз болса, маған қоя аласыздар. Қандай сұрақ? Жақсы.
гердан нарыкты то есть гердан багытты аныктоого катысты сурактарга жооп берген силерге түсүнүктүү болдуңбу? сәлеметсіз бе? Менде барлығы түсінікті, менде әзірге сұрақ жоқ. Сұраққа болған жағдайда мен сізге ортаға чатқа жазатын боламын. Рахмет. Сізге рахмет караганыңызга. Эгер сурактарыңыз болмаса, аяк бере алам. Саламатсыз ба? Жақсы, рахмет. Мен ортасынан қосылдым, қайтадан қараймын эфирді. Жакшы анда. Силерге келесі Рахмет көп сізге. рахмет. Сіздерде келесі апта понедельник күні тағы да эфир болады қорытындыға қатысты. Сағат 2 мен 3 арасында опросник жіберемін. Сол жерден өздеріңізге ыңғайлы уақыт таңдай аласыздар. Бұлай менімен эфирлер аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет общий. И сау болыңыздар. Көп рахмет. Алла разы болсын. Рахмет, ризамыз.